келді ме, қалай ойлайсың? Сен емес, ана Камила. Саған келмейді, білем, мына жерде Әлібек жібермейді ешкімді. Жоқ, Камила, мен сенің орныңа барам деп айтама деп, не деп жатыр деп қарап Камила өйткені кеше кәдімгі сырқаттанып қалғанын жариялаған еді. Қалай денсаулығың жақсы ма? Қайырлы күн, қалайсыздар? Маған келсе мен қуанышты болар едім. Сырқаттан қалдым, бірақ түсте укол салдырдым да сразу жазылып кеттім. Сол бірден ба? Сол керек, бірден. Менің ойымша жаңағы үміткері шашына қарап таңдамады деп біраз неткен ғой деймін. Қысылған ғой деймін, біраз уайымдаған, стреске түскен ғой. Сол шашын боямады ғой, Шах мырза. Мына жерде Жаннұрға келген сияқты үміткер өйткені. Жаннұрға, қатты күтіп отыр. Жаннұрға шынымен біраз болды я келмеген. Жаннұр неге деп ойлайсың? Бүгін 12-сі ма, алдыңғы айдың 12-сі үміткер жіберген күнім ғой, бір ай болды ровно. Бір ай болды, я үміткер келмегені. Я шынымен қалай ғана келмейді осындай Жаннұрға, еш ашуланбайтын, кәдімгі әр айтқан сөзі қазақтың ұлттық әдебиетінен шыққандай, кәдімгі сөздің маржанын теріп тұрып, тәкаппарлық пен сабырлықтың үлгісі ретінде болып жүрген нағыз инабатты, ибалы Жаннұрға қалай келмейді үміткер, айтшы маған. Сөздік дәптердің бетіне қоятын ба суретін? Тәкаппарлық пен инабаттылықтың амбассадорымын ғой мен. Соны айтып отырмын да, неге келмей жатыр саған, айтшы маған, Жаннұр. Енді мен, может... Сөйлеген сөздерінің өзі күнде дәптерге жазсан кәдімгі бір үлкен бір әдебиет әлеміндегі туынды болатындай бір дүние. Мен енді көп ұрысып кеттім, может күнде ұрысқаннан кейін келмей жатқан шығар. Солай ма? Енді не істейміз келу үшін? Енді ұрыспай, енді тыныш отырам. Ұрыспай тыныш отырам. Жаннұр ұрыспай тыныш отырады. Сенесіңдер ме бұған? Керемет. Еркебұлан. Жоқ, қысқа кигеннен де келмей жатыр деп ойлаймын, по-моему. Бүгін қысқа киіп отыр, что-то маған ұнамай отыр. Осы Еркебұланға мен айттым да, менің юбкама жалпы киімге араласу үшін менің проблемаларымды шешіп бер, сосын барып араласасын деп айтып едім. Бірақ білмеймін, юбкама жабыса береді, әйтеуір аңдығаны менің етегім. Аңдып қалды мен етегімді. Келсем де етегім, студияға кірсем де етегім. Әйгерім екеуің бастадың емес ме осы теманы негізі? Менің ойымша бар ғой, Еркебұланға сызғыш деген лақап ат қою керек шынымен де, Өйткені ана сызғышқа қарап 2 сантиметр ме, 10 сантиметр ме, 30 сантиметр ме, соған қараймыз ғой, Сен кәдімгі сызғыш деп атау керек менің ойымша. Жоқ, енді қыздардың киіміне жауап беретін болайын, барлығына каждыйден қараймын енді. Сызғыш стилист, Еркебұлан, сен айтасың еме, осы бұттарына қараймын, бұлай киіндер, бұлай киіндер. Сөзің өтпей жүр, мүмкін айтпай қойсың, лебі өзің лауазымыңды басқа бір адамға бересің. Жоқ, просто енді сөзің өтпейді, содан сөзім өтпейді, оны мойындау керек. Енді просто алдында просто ана кінәлады ғой, айтпайсың ба деп шақа, өтпесе де айтайын, айттым деген атың болсын деп айтып жүрмін әйтеуір. Солай ма? Айттым, хотя мен айттым. Тағы бір себеп болуы мүмкін, мысалы Жаннұр кеше сторисінде көріп қойсам, қай жігіттің костюмын киіп жүрсің? Ол былай болды. Ең болмағанда костюмыңды киінші деп отырған қайсы? Жоқ, олай емес. Негізі ол костюм маған сыйлыққа берілген. Және де ол өтініш жасады маған, осы костюм саған жарасатын сияқты, өйткені сенің бойың ұзын, осыны эфирге киіп шықшы деген сияқты. Сөйтсем, бұл костюмды көп адам біледі екен. Мен білмеймін ол костюмді, бірінші рет көргенмін ғой. Танымал костюм дейсің ғой кеше көріп Нұрдәулеттің костюмы ма деген кезде мен қалжыңдаған едім. Расымен де соның костюмы ма? Иә, сол кезде мен кетіп бара жатырмын ғой, иә дедім ғой. Мәссаған. Мен сізді даже білет деп ойлағанда жоқ, кәдімгідей өтіп бара жатқаным ғой, еще Нұрлан бәрі таныды, 5-ші маусымның адамдары. Сосын мен сұрадым, жаңағы костюмды барлығы біледі екен ғой деген сияқты. Иә, өйткені бұл өзімнің жаңа сызып тіктірген костюмым деп айтты. Солай ма? Иә. Ондай екінші үлгіде жоқ, ондай костюм тек қана жалғыз өзі тіктірген болса, ол жағын мен білмеймін. Енді сызып тіктірген болса, ол жалғыз ғой енді. Енді өзінің туындысы. Неге эксклюзив костюмын Жаннұрға сыйлап жүр, Шах мырза, маған сол бір. Кім білет. Мүмкін соны түсіндіру үшін бүгін үміткерде келген шығар. Бұл жерде бір гәп бар дейді ғой. Бұл жерде бір гәп бар сияқты да. Неге именно? Сен істеп алған ба? Не болды? Қойшы Жаңылхан. Одан да экранға қарайық. Кімге үміткер келді? Экранға қарайық. Есімім Нұрсұлтан, Шымкент қаласынан боламын. Ақылды, өнерлі, қарапайым.
Өте қуаныштымын. Біраз уақыт болды үміткер қабылдамағалы? Шамалы бір айдай болып қалды. Басында кәдімгідей бірінің артынан бірін келе беретін еді ғой Нұрсұлтанға. Жоқ, мен бар ғой, мен бір заңдылық байқап жатырмын негізі Нұрсұлтанның үміткерлер жайлы. Жалпы Нұрсұлтан шашын өріп бұрымды болып келген кезде, міне осылай. Сол кезде үміткерлер келеді. Сен кәдімгідей дұрыстап шашыңды төртке өріп, сөйтіп әдеміреп келсеш, сонда мүмкін кәдімгі болашақ жарың келетін шығар. Шынымен де сөйтетін сияқтымын. Сен жайғас. Шашымды әртүрлі енді эксперимент жасаймыз ғой мына жерде. Күнделікті сөйтіп эксперимент жасап, үміткерлер келіп тұратын сияқты. Қызық кездейсоқтық екен, Қандай эксперимент бұл? Мен 5-ші сыныптың оқушы қызы болсам қандай болады дедім деген экспериментті қалай едім? Жоқ, енді стилистер өздері айтады ғой, былай жасап көрейік, былай жасап көрейік. Мен ешқашан да жоқ деп айтпаймын да. Қалаған любой экспериментті қолдаймын. Сонда жасаған заттарын жасатқыза беремін. Шашынды кім өреді? Стилистер. Қандай керемет, ғажайып. Жарасып тұр меніңше. Жарасып тұр ма? Жарасатын сияқты. Маған ұнайды, қатысушыларға ұнай ма? Жартысына ұнайды, жартысына ұнамайды дәл өзіміз сияқты. Үміткер күтіп қалған шығар, шақырамыз ба Шах мырза? Шақырайық. Келіңіз. Қош келдіңіз студиямызға, жайғасыңыз. Танысайық, есіміңіз? Есімім Алия болады. Алия. Қайдан келдіңіз, Алия? Қарағандыдан. Менің жерлесім екен, сіз ғой. Немен айналысасыз? Энергетика сферасында жұмыс істеймін. Нақтылай кетсеңіз? Энергетика сферасында жұмыс істеймін. Кім болып ол жерде? Договорный отдел. Қағаздармен дейсіз ғой, Неге Нұрсұлтанды таңдадыңыз? Өмірге деген көзқарасы ұнады. Қандай екен көзқарасы? Неге күлдіңіздер? Неге күлкілі болды, Нұрлан? Өмірге деген көзқарасы үшін күліп жатырық та. Қандай күшті екен, құлшынысы деді ма сол заттарға. Қазір өзіңіз сұрақ қойып отырып білесіз, тағы да қандай қызығушылықтар бар екен. Жақсы. Бірдеме деді Нұрлан, оның астарын біраздан кейін түсінесіңдер. Біраздан кейін, соны айтыпты ғой деп айтатын боламыз. Күшті қолатты ойланасыздар. Жасына қарамағанда өзі ақылы мол, еңбекқор, сыйластықты білетін сияқты. Қыздарды, жалпы адамдарды өте қатты сыйлайды. Сыйластығы мол шынымен де. Нұрсұлтан? Бастасаң болады таныстықты өзіңде. Алия есімі, Алия. Алия, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Жасыңызды бағана естімедім, жасыңыз қаншада? Құпия бола тұрсын, көргеніңін айтам. Жарайды. Екінші сұрағым, отбасыңыз біле ме осы жерге келгеніңізге? Келгеніңізді. Келгеніңізді. Отбасыңыз біле ме келгеніңізді дейді? Жоқ, ешкім білмейді. Ертең, егерде бәрі жақсы болып жатса, қарсы болмай ма екен? Өте қуанады, олар көп күтіп жүр. Жарайды. Мені қанша уақыттан бері бақылап жүрсіз? Бақыладыңыз ба мүлдем? Сізді бақыладым. Мүлдем деген кезде болымсыз болу керек. Яғни мүлдем бақыламадыңыз ба болу керек. Бақыладыңыз ба мені деген сөз жеткілікті негізі. Енді бір ортаға шықпағаннан кейін сәл сасқалақтап тұрмын. Сөйлеуді ұмытып қалдым дейсің ғой. Қандай қызығушылықтарыңыз бар? Хобби жайыңызды айтып кетсеңіз. Өмірде бәрі қызықты маған. Қазіргі осы уақыт қызықты. Сіздермен танысқандарыма қызықты. Күшті. Және де, егерде мен бақылап кетсеңіз, мен қорқыныш киноларын өте қатты жақсы көремін. Сіздің көзқарасыңыз? Қорқынышты кинолар жақсы көрем дейді. Сіздің көзқарасыңыз? Мүмкін өзіңіздің сүйікті жанрыңыз бар ма? Қатты қорқыныштыларды көре алмаймын. Атақ бірақ бәрін көрем. Бәрін отам. Барлығы ұнайды. Күшті. Менің кондитер аспаз екенімді білесіз ғой, иә? Да. Сіздің қолыңыздан не пісіре аласыз? Келе ме ондай зат? Желание болса бәрін пісіруге болады деп ойлаймын, үйренуге де болады деп ойлаймын. Адамның қолы жасайды ғой барлығын. Адамның қолы жасайды ғой. Үміткеріміз жасын жасырып қалды. Көргеннен кейін айтам деп жатыр. Қаншада екен, шымылдық ашылғаннан кейін білеміз, жарнамадан кейін.
Нұрсұлтаннан басталды. Бұл жолы таңдау Нұрсұлтанға түсті. Қарағандыдан Алия есімді үміткер таңдап келді. Бірақ жасын әлі айтқан жоқ, біраздан кейін білесіздер деді. Ары қарай жалғастыра ғой Нұрсұлтан. Алия, ең маңызды сұрақ. Енді бұрында тұрмыста болғансыз ба? Жоқ, болған жоқпын тұрмыста. Күшті. Болашақта ата-енемен тұруға қалай көз қарасыңыз? Түзу. Жалпы өзіңіз салт дәстүрлерді ұстанасыз ба? Орамал тағу, сәлем салу дегенде. Иә. Әй, қатысушылар, ортаға шыққанда үміткерді дұрыстап қарсы алмайсыңдар, сыйластық танытпайсыңдар, не деген сол? Мана орындықта сондай бір батырма бар ғой деме, оталдырып қоятын. Сол батырманы осы жаққа алып келіп қоямыз ғой деме, бір күні. Мен әр үміткерімді ерекше қарсы аламын деген жігіт айтасыз. Шынымен де мына жерде бір ай отырмағандықтан ойым бәрі шашқалақтап тұр. Шашқалақтап атыр ойы. Камиланың ойы шашқалақтамаған сияқты. Менің ойым шашқалақтамады. Қош келдіңіз, Алия, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің енді Нұрсұлтанда анандай жоқ. Бұрын отбасы құрған адам болсын, басқа болсын қабылдайды да, енді ондай талаптар жоқ. Бірақ сіздің жасыңызды айтпағаныңызға қарағанда бір жасыңыз үлкен болып, содан қорқып отқан жоқсыз ба? Мүмкін жасы тым кіші шығар. Білмеймін, енді айтпай жасырып отқаныңызға қарағанда бәрі білінетін нәрсе ғой дегенім ғой. 9 жыл жаңағы Нұрсұлтаннан кіші шығар, иә? Қыздың жасы 18-де ғой, доктор? Қыздың жасы әрқашан 18-де. Жасында не істейсіңдер? Жасын не істейсіңдер? Айтайын дегенім, сізден сұрайын деп едім, гражданский бракқа қалай қарайсыз? Гражданский, азаматтық. Иә, азаматтық некеге қалай қарайсыз? Азаматтық деп дәуіп айтпай қойыш, үйленем дегенге дейін, уже үйленем деп бір-бірлеріңізбен келісесіздер, бірақ 2 ай бұрын сіздер бірге тұрып, бір-бірлеріңіздің мінездеріңізді бақылауға қалай қарайсыздар? Екеуіңіз де ойларыңызды айтсаңыздар. Ашық түрде халықтан қорқпай қойыңыз. Рахмет сұраққа. Ақнұр өзі жауап береді халыққа. Біріншіден қосылмаған, 2 айдан кейін қосылмайды деп ойлаймын. Бір көріп қосылған дұрыс деп ойлаймын. Нұрсұлтан, сен қалай ойлайсың? Жоқ, мен мүлдем ондай қолданбаймын. Менің ойымша тек қана үйленіп болғаннан кейін ғана бірге тұру керек. Шах мырза, мен өз ойымды қосып кетейінші. Негізі көбісі былай камерада айтады ғой, жоқ, мен қарсымын дейді. Бірақ мен көріп жүрген адамдар, бірақ қатысушыларды айтып тұрған жоқпын. Өмірде көріп жүрген адамдардың көбісі бірге тұрып жатқандар қазір көп екен. Квартира қымбаттағаннан кейін жігітімен бірге тұрғандар көп. Мен танитын осы 4 танитын адамды жігітімен тұрып жатыр екен. Неге тұрып жатырсыңдар десем, айтады, мінезін біліп жатырмын. Плюстарын айтып жатыр да. Мінезін білдім, жаман қасиеттерін білдім депші. Менің ойымша Нұрсұлтанда солай ойлайды деп осы сұрақты қойдым. Тек камераның алдында өтірік жауап берген сияқты. Халықтың сөзінен қорқып, және де Нұрланның сөзінен қорқып. Мен ешқашан қорықпаймын да, және де Ақнұр, егер де мен қолдайтын болсам, мен басынан бастап мен қолдай беретін едім оны. Мен бір айттым ба, мен 2 сөйлемеймін. Сөздің астарын түсінбедің ғой неге? Алдында айтып еді Ақнұр, мен Нұрсұлтанмен сырласып жүрім деп, сол сен өзің сырыңды айтпап пе, сол сырыңды саған өзің айтып, сен басқаша жауап беріп тұрған жоқсың ба? Мен маған сыр айтқан кезде мен ешқашан ешкіммен жоқ, сен де оған айтқан шығарсың сөйлесу барысында. Ақнұр жайдан жай айтып тұрған жоқ шығар ол сөздерді. Мүмкін. Нұрсен, намекті түсініп отқан жоқсың ба? Ешкімге өз сырымды айтпаймын. Нұрсұлтан, намекті түсініп отқан жоқсың, сен бір қызбен тұрып жатсың деген сияқты келтіріп отыр ғой. Мен постоянно бәрі біледі, мен ешкімнен жасырмаймын, мен өзімнің қарындасыммен және де мамамның сіңлісімен тұрамын. Жығын солай айтып жатыр да, Ақнұр. Енді оның өз көз қарасы ғой. Лаура, не бірдеңе айтып жатқан едің ғой? Жоқ, Нұрсұлтан керісінше жалғыз жүргенді жақсы көреді деп айтқым келді. Сен ол қайдан білесің? Ол өзі айтады. Екеуің бірге жалғыз жүресіңдер ме қалай? Жоқ, тамақ ішуден кейін көбінесе жалғыз қалғанда ұнатады ол. Жалғыз жүріп, жалғыз үйге барып ұйықтап, жалғыз жүргенді. Сен ол қайдан білесің? Өзі айтты солай. Менде бір сұрақ болып тұр. Өтірік айтқан шығар, қайдан білесің? Жоқ, өзім көрдім де. Менде бір сұрақ болып тұр, мынандай Алияға кім біреу шулап жатыр. Я микрофонға сөйлесеңдерші, тек микрофонсыз сайрамай. Осыдан кейін біз таяқ жеп қаламыз да сосын. Алия, сізге мынандай сұрақ болып тұр. Жалпы жасы 30-ға таяп қалған ер азамат қой енді. Бетін шимау-шимау қылып бояп, Хэллоуин тойлап жүр, мысалға. Үйленуге қаншалықты дайын деп ойлайсыз осындай ер азаматтың? Жоқ, мен мына сұрағын түсінбей тұрмын да, құнсызың алдында өзің соң қорғап тұрған едің ғой. Или ана бизнесіңнен өтті, келді, қонақтар кетті, енді қайтадан өзің имани қалпыңа түстің ба?
Еркебұлан, қара, мен қолдаған жоқпын. Мен айттым, мен қолдамаймын да, және де даттамаймын да дедім. Өзім боянбаймын ғой, өзім боянып келген жоқпын ғой, дұрыс па? Демек, мен қолдап тұрған жоқпын деген сөз. Бірақ тойлайтындарға ештеңе демеймін. Жай ғана қызға сұрақ болып тұр. 30-ға таяп қалған ер азамат қой, шынымен жас бала емес, қызық көріп, жаңағы жасап көрейін, қызығын көрейін дейтіндей. Уже 30-ға таяп қалды, және де қалай, көзқарасыңыз қалай деп сұрақ қойып жатырмын болды. Сенде секілді жөні жоқ сұрақ қоймаймын. По крайней мере, үйленуге жаңағы бір қадамдарға байланысты сұрақтар қойып отырмын. Сұрақ қойса өзімізге байланысты, өзіміз сол сұраққа тұрарлықтай қоямыз. Сен бар ғой, бұндай сұрақтарға араласпа, сен жаңағы біреудің етегін алдып жүре берсей болды, саған сол жарасады негізінде. Құндыз, мен араластан бола ма? Негізі Құндыз мұны ақша үшін қолдаған сияқты, негізі Құндызға ақша өте маңызды зат қой. Сол өзінің пайдасын ойлап қолдады ғой, не болса да білмеймін енді. Осындай кезде ақша көрсе өзінің қазақ елін ұмытып кете ма, бір бәле осы қыз ше. Вот мен соны айтқым келіп отыр да сол. Шахматқа сұрақ қойып жүрсем бола ма? Үміткерге қош келдіңіз. Мен ойымша дәл қазір қол соққан адамдардың барлығында ақшасы жоқ, рахмет. Сұрақ қойғым келіп отыр. Бізде қыздардың бәрі Нұрсұлтанға келіп сырларын айтады. Нұрсұлтанмен бірге тамақтануға барады. Сіз енді сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз қызғаншақсыз ба? Егерде мысалға таныстық жақсы өрбіп баратқан кезде Нұрсұлтанға мысалға бір шектеу қоясыз ба? Қыздармен сырласпа, тамақтануға барма деген секілді. Жоқ, қоймаймын. Сіз қызғаншақ емессіз демек? Жоқ. Нұрсұлтанның ұл жігіттерінен гөрі қыз достары көп, оған қалай қарайсыз? Я. Қыз достарымен құшақтасып, бірге... Мен де достарымен құшақтасам, ол да маған жақсы қарасам, мен де жақсы қараймын. Керемет. Лаура, сен... Нұрсұлтан бір қонаққа келгенде отырсың ғой, саған сұрақ қойылды ғой. Жауап беру жоспарда бар ма жалпы? Жоқ әлде 2 сағат ойлана тұрайық. Жоқ, Нұрс, енді сен қыздармен құшақтасасың ғой, енді дос нелермен. Ол да айтып жатыр да, мен де жігіттермен құшақтасам, өзің қалай қарайсың? Мен мүлдем қызғаншақ адам емеспін. Егер де мен қызға сеніммен қарасам, мен ешқашанда оған андай повод беріп қызғанбаймын. Мынау вообще дұрыс емес қой, қыздың жігітті құшақтауы. Нұрсұлтан өзі біледі ғой. Жоқ, адам мен сендерге айтып жатырмын, егер арамызда сенім болатын болса, егер ол адам сенімімді ақтап жатса, мен ешқашанда повод бермеймін қызғануға немесе жаман ойлауға. Егер де арамызда бірдеңе болып жатса да, мен жеке барып, өзімен ортаға алып, жеке сөйлесіп, шешетін боламын оны. Нұрс, негізі сен қызды жақсы көрсең, мысалға, сен оны в любом случае қызғанасың. Жаңағы сен қызыңды біреу сөйлесіп, нақты ақиқатын білгеннен кейін уже шешім қабылдаймын. Жоқ, сен оны бірден айтасың ғой қызына, олай жасама деген сияқты. Алдын алу деген бар. Сен істеп болған соң, типа осылай істеме деп айтпайсың ғой. Сен алдын ала мысалға айтасың, сен қызғанбаймын дейсің, қыз оны түсінбейді, бірақ осылай отырады кейін. Егер де маған сезім болып тұрған қыз болса, және де менде оған да сезім болса, менің ойымша, менің қызым олай жасамайтын болады. Нұрсұлтан, сен просто бұны менің ойымша сен халыққа жау үшін солай айтып жатқан сияқтың сенім. Негізі сенің менің ойымша сен нағыз қызғаншақ адамсың. Деп ойлайды қатысушылар. Бізде негізі бар ғой, Әсем деген қатысушы бар, естеріңізде болса, Әсем сөйлесінші. Әсем, микрофон алшы қолыңа, өтініш. Анда-санда түріңді көрейік, даусыңды естейік. 3w.1 болайық.kz. Әсемге әлі де үміткер жоқ, таңғалып отырмыз. Қош келдіңіз, Әлия. Негізі айтып жатсыз ғой, Нұрсұлтанға рұқсат берем, қыздар құшақтауға, егер де ол маған рұқсат берсе десе, сонда сізде ұл достарыңыз көп па? Кім көп па? Ұл достарыңыз. Жігіт достарыңыз. Әлде қыз достарыңыз көп па? Сіз айтып жатсыз ғой Нұрсұлтанға. Егер де мен Нұрсұлтанға жақсы қараймын, қыздарға жабыса деп. Сізде сонда ұл достарыңыз көп па? Әр нәрсенің шекарасы болу керек. Жоқ, мен сізден сұрап жатырмын. Сіздің мысалы окруженияңыз бар ғой, достарыңыз бар ғой, сол достарыңызда ұл достарыңыз көп па, әлде қыз достарыңыз көп Шақ мырза, мен... Негізі 4-ші рет осы сұрақты қойсаң, мүмкін жауап аласың. Тағы да бір рет қойшы. 50-де 50. Деген қиын сұрақ. Тұра. Жауап қандай болды сонымен? 50-50? Мен білсем не ұл туады, не қыз туады дегенде болдыңыз ғой сіз.
Жоқ, шынымен де достарыңыздың ішінде жігіттер басын ба, қыздар басын ба деп 4-ші рет мен қояйыншы. Күйеуге шыққаннан кейін ол достар, подругалар қалады ғой. Күйеуге шыққан сәтті әлі бірай оған әлі жеткен жоқпыз ғой. Дәл қазір, дәл осы сәтте сенбі күні сағат 12:45-те қанша пайыз? Достарым өте көп. Жігіттер басымырақ па ішінде? Қайсысы больше? Осы мәселе өте қиын болып отыр. 50-50 деп айттым ғой. 50-50? Сонда мысалы сіздің 4 досыңыз болса, 2-еу жігіт, 2-еу қыз ба? Иә. Солай ма? 50-50 екен. Міне, керемет. Болды. Жауабын алдық. Шымылдықты ашамыз. Кеттік, шымылдық ашыңыз. Әлия деген ару осы, таныс қой. Қош келдіңіз, тағы да бір рет рахмет айтқым келіп жатыр, мен таңдап келгеніңізге. Енді бірінші әсерім өте әдемі, сымбаттасыз. Және де енді шынымен де жас айырмашылығы бар сияқты біздің арамызда. Және менің ойымша сәл менен үлкендеу сияқты. Дұрыс. Жасы қаншада деп ойлайсың? Шамалы 29-30 деп ойлаймын. 29-30-да деп ойлайсыз. Рахмет. Керемет. Шын айтайын ба? Бәрі де қызықты ғой деймін. Жоқ, әлде айтпай қоясыз. Қызықты болып жүре берсін. Қызықты болып жүре берсін. Жоқ, тексерекші, мүмкін жасты естігеннен кейін жалпы кедергілер туындап бірден жаңағы нетіп қалатын шығар, майысып қалатын шығар. Ал бұлай жасты білмесе, мүмкін ғашық болғаннан кейін жаңа Асенат пен Қазбек. Иә, мәселе жаста деп ойламаймын. Мәселе жаста деп ойламаймын. Сіз ойламайсыз, ол дұрыс қой, бірақ Нұрсұлтан ойлауы мүмкін де. Мүмкін айтпай қойыңыз, қалай ойлайсыз? Қалай қалайсыз? Айтасыз, айтайын. Айтасаңыз. Неге? Демек маңызды, я сен үшін жас. Жоқ, маңызды болмаса не үшін ол? Тек қана сан ғой оның. Мағынасы қанша? Жоқ, енді мен қойған кезінде, енді ол болашақта сөйлескенде бәрібір белгілі болады ғой. Енді сен мысалы Әлияның жаңағы шымылдық ашқаннан кейін жүзін көріп, түрін көріп, 29-30 деп пайымдадың. Солай болып қала берсін. Жарайды. Сіз білесіз, мен қазіргі уақытта түнде жұмыс жасаймын. Көбісінде мен түнмен жұмыс қана істеймін да. Мүмкін кездесулерге кедергі болуы мүмкін бізге. Соған көз қарасыңыз қалай сіздің? Оны бірге сөйлесіп, ақылдасып, уақыт табамыз деп ойлаймын. Шынымен, қандай жауап күттіген, Нұрсұлтан? Нұрсұлтан, қандай жауап күттің сен? Мысалы, жұмысте түнде істеймін, соған қандай уақыт? Сен уақыт табуың керексің ғой о қызға? Жоқ, мен уақыт табамын ғой. Жоқ, вдруг кедергі болатын шығар. Кімге кедергі болады? Сен өзің сұрақ қойсашы, кімге кедергі? Жоқ, маған кедергі болмайды. Нұрсұлтанның әңгімесі маған ұнап отыр да, мен мысалы жақын арада қайтадан жаңағы түрік тілі дәрежесін кеңейту үшін курстарға нетіп отырмын да, онлайн сабақ оқып жатырмын. Сол кезде жаңағы диалог келтіреді ғой, мысалы, саламатсыз ба, менің атым Нұрсұлтан, сіздің атыңыз кім? Иә, менің атым Камила деген сияқты. Тура сондай диалог, күшті кәдімгі. Осы жерді кесіп алып, жаңағы қазақ тілінің сабағына қойса болады. Мен түнгі уақытта жұмыс істеймін. Кездесуге кедергі болуы мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз? Жоқ, біз екеуміз талқылап шешеміз. Сабақ аяқталды. Нұрсұлтан, сен енді Әлияхан кешіріңіз тағы да, Нұрсұлтан негізі айтқысы келгені былай ғой, ол түннен таңға дейін жұмыс істейді да, енді Нұрсұлтан еңбекқор енді сондай. Бірақ айтқысы келіп тұрғаны таңертең кездесуге қалай қарайсыз деп жатыр да, ұйқыдан тұра аласыз ба, уақыт көре аласыз ба, 9-дарда, 8-дерде деген сияқты, шай ішіп, кофе ішіп. Жасыратындай түгізде жоқ қой, Шах мырза? Жасыратын түгізде жоқ қой, таңертең тұра аласыз ба деген сұрақ не, қиын ба не?
Жоқ, енді мүмкін өз ойымды дұрыстап жеткізбеген шығармын. Оны камила қоюдың қажеті жоқ қой, оны айта сал, өзіңе айта салмайсың. Мен сұрақ қойдым, абылай сен не кетіп баратыр, Құдай-ай, бір сұрақты Нұрсұлтан, негізі бұл сұрақты сен үміткерге қойғанын меніңше дұрыс болмады деп ойлаймын. Себебі сен жұмысын үміткерге кедергісін келтірмеу керек. Себебі сен мына жерге үйленуге келдің, және де жұмысынды сен өзің шегеруің керек үміткермен кездесу үшін. Және де үміткер ханымға қош келдіңіз, өте әдемі болып тұрсыз. Алия ханым, кешіріңіз, мен аттарды ұмыта берем. Сұрағым бар. Жалпы сіз, Нұрсұлтан айтып жатыр, мен жұмыстамын, әрдайым қолым босамайды дегенде, өзіңіз намысыңыздан аттап, бірінші жазып, бірінші кездесу ұйымдастырып, сонда сізде бар ма, әлде сіздерде принциптарыңыз бар ма? Осылай бірінші жазбаймын, бірінші хабарласпаймын дегенде. Ондай принципте бар. Бірінші ол көрсету керек өз жағынан қандай маған деген қатынас. Сосын мен де оған навстречу буду. Өте дұрыс. Мен де сұрақ қоя кетейінші. Сіз өзіңіз қай жерде жұмыс жасайсыз негізінде? Энергетика саласында достарыңыз көп па деп сұрайын деген. Договорной отдел. Мен негізі сұрақ мынандай да, жаңа айтып отырсыз ғой, көзқарасы ерекше деп. Бағана мысалы құндыз қоя кетті да. Хэллоуинді қолдайды деген сияқты, сосын жүрген жүрістер кішкене ерекшеліктер бар да. Мойында оның алқа бар, Нұрсұлтанның. Сол алқаның мағынасын білесіз ба негізінде? Білмесеңіз сұрап көріңізші, қандай мағына береді ол алқа деп жалпы? Ой, ол алқаны уже бір емес, бірнеше рет талқылап қойдық. Ютубта да сұхбатта берген кезде өзіңе де жауап бердім. Егер де оған қызық болатын болса, сырласу кафесіне мен өзім-ақ түсіндіріп беретін боламын. Мына жерде Шахмырза сұрақ қойғым келіп жатыр да. Мойындағы алқаны көрсетіп, мағынасы қандай осы алқаның, маған түсіндірші. Өйткені көзқарасы өте ерекше бала. Осы Нұрланға сыйлайсың ба осыны? Шахмырза, мына жерде сұрағым бар еді, ол жауап бере алмайды, ақыры жауап берді ғой. Мынандайға сұрақ қойғым келеді. Танысқан кезде, таныстық барысында қыз мінезімді көрсетпеймін дейді. Біздің қатысушылардың бір мнениесін мен естіп қалдым алдында. Мінезімді көрсетпеймін. Ал жұп болғаннан кейін мен мінезімді көрсетемін дейді. Ол қалай болады екен ол? Мен ойымша. Жоқ, сол мен түсінбей жатырмын деген ғой Шахмырза. Ханның түрі бұзылып кетті ғой бірақ. Бұл жерден даже Ақнұрдың да түрі бұзылуы мүмкін деген сияқты ғой. Екі құрбылар. Оны үшін неге үміткерге емес Шахмырхан қарап айтуың керек еді ғой? Мен Шахмырзаға айтып жатырмын да, түсінбей жатырмын соны. Нұрсұлтан және Әлия, таныстықтарыңыз құтты болсын. Сырласу кафесіне барып әңгімеңізді жалғастыруға қалай қарайсыз? Шығарып салайық.